Жоғалтып алма сен мені. Нобель сыйлығының иегері Кадзуо Исигуроның таңғажайып туындыларының бірі. Роман клон адамы, яғни жасанды адамдардың өмірі, тіршілігі, табиғаты, тағдырын тілге тиек еткенімен, романның болмыс бітімінде, шығарманың тұтас сүйегінде сіз бен біздің есі адам баласының күрделі болмыс бітімі жатқаны анық. Яғни туу, өсу, жетілу, даму, сосын төбеңе қайту. Шығармадағы клон адамдарының түп бейнесін іздеуі, тек қана медицинаның құралына айналғысы келмей, айналасынан, қоршаған ортасынан өзін іздеуі, өзінің орнын табуға құлшынуы оқырманды әртүрлі ойларға жетелейтіні анық. Қалай болмасын, қай қоғамда да өмірдің мәні, адамның түп иесін тану, түп тамырын іздеу, өзінің құтты тұғырын анықтау сынды ерекшеліктері осы романда жаңаша қырымен, жаңаша сипатымен, жаңаша ерекше бір бейнелеу тәсілдерімен айрықша көрініс табады. Жапон жазушысы Мураками соңғы 50 жылдың ішінде оқыған кітаптарымның арасында Исигуроның «Жоғалтып алма сен мені» романы ең сүйікті кітаптарымның бірі деп бостан-бос айтпаса керек. Олай болса, жақсы кітапты бірге оқиық, бір-бірімізді бағалайық, бір-бірімізді іздеп тұрайық, бір-бірімізді жоғалтып алмайық.